Қазақстандықтар үшін 30-40 жылдардағы саяси қуғын сүргін ауыр тиді. Сол кезең Шаяхметовтер әулетін айналып өтпеді. Құрмаш Шаяхметов 1937 жылы тұтқындалды. Оған ұлтшыл, халық жауы деген жалған жала жабылды. Биыл оның аты мына қабырғаға қашалды. 34-38 жылы Оренбург қаласында жұмыс істеді. Сол кезде 37 жылы тұтқындалды. Содан кейін 38 жылы 12 февральда ату жазасын берген. Кеңестік тоталитарлық езгінің салдарынан 100 мыңнан астам азамат репрессияға ұшырады. Оның 25 мыңы ату жазасына кесілді. Бұл боздақтардың есімдері тек 80-ші және 90-шы жылдары ақталды. Салтанатты митингке облыс әкімінің бірінші орынбасары да қатысты. Осы жылдары бүкіл еліміз ғалымдар, мәдениет және саясат саласының қайраткерлері сияқты талай қазақ зиялы зауларынан айырылды. Кен байтақ елімізбен бірге біздің өңірде тұрғылықты жерлерінен еріксіз көшірген сан ұлт өкілдерінің екінші отанына айналды. Қала тұрғындары қаралы күнді еске алып, саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған мемориал кешенге гүл шоқтарын қойды. Қиын-қыстау кезінде қазақ жеріне өзге ұлт өкілдері Қазақстанға депортацияға ұшырады. Розберг Кабдирова Мәриям 1941 жылы Кавказдан біздің облысқа жер аударылды. Сонда біздің бауырмал қазағымыз келген адамдарды қарсы алып, үйлеріне орналастырып, тамағымен бөлісіп, киімдерімен бөлісіп, әрі кеткенде тілге де үйретті. Саяси қуғын сүргіндің 80 жыл өтті. Соңғы 14 жылдың ішінде мына көріп тұрғандай осы мынау мемориал салынды. Ол сәндік емес, ұрпақтарға, келесі ұрпақтарға ескерткіш болсын. Солар білсін, біздің аталарымыз, бабаларымыз қандай нәубетті басынан өткөрді. Біз ұрпақтан ұрпаққа айтып жүру үшін, мынадан көріп, оқып жүру үшін осыны салдырдық. Бүгінде саяси қуғын сүргін құрбандарының есімдері қашаулы қабырғаға 7628 адамның аты жазылған. Жылда бұл тізім кеңеюде.